Баршаңызға қайырлы күн. Бізде бұл мини пицца немесе сосиска в тесте деп аталады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте керемет болады, дайындап көріңіздер. Ең алдымен отқа қоюға болатын ыдысымызға сары майымызды салып, еріп және де қайнағанға дейін күтеміз. Майымыз осылай қайнаған кезде астын басып өшіреміз де үстіне салқын сүт құямыз. Сонан соң оның үстінен шекерімізді, тұзымызды, соңынан дрожжымызды қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен жұмыртқамызды салып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Електен ұнымызды аз-аздан өткізіп отырып, қамыр илейміз. Бізде өте жұмсақ қамыр пайда болады. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Қолдарыңызды майлап, бір илеп алып, 50-40 минуттай көлемде жылы жерге қойып қойыңыздар. Енді салмасына кірісеміз. Салмасында менде шұжықпен, яғни колбасамен қызанақты майда көбіктерге турап дайындап алдым. Оның орнына өздеріңіз бөлек нәрсе қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ол міндетті емес. Шұжық пен қызанаққа майонезді салып, араластырып дайындап қоямын. Сонымен менде салмасы дайын. Қамырды 6 бөлікке бөліп, 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, оны қолымызбен кішкене жаямыз. Шұжықтың формасына келу керек. Енді осының арасына шұжығымызды салып, қамырды біріктіреміз. Кішкене домалақ формаға келтіріп, дөңгелетіп аламыз. Енді видеода көрсетілгендей гүл әлде жапырақ тәріздес формаға келтіреміз. Ол үшін қайшымен қиып, екі жаққа кезек-кезек орналастырып отырамыз. Енді дайын болған қамырларымыздың арасын салма салу үшін қолымызбен осылай ашып шығамыз. Енді салмамызды саламыз. Енді әрбірінің үстіне үкіштен өткізілген ірімшік, яғни сырымызды орналастырып шығамыз. Бетін осылай кетчуппен әрлеп шықсаңыз болады. Жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытып кеткендіктен мен пештен қайтадан алып жұмыртқаның сарысын жағып жатырмын. 180 градустағы пешке 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне бізде дайын болды. Өте дәмді шыққан, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.